Саламатсыздар ма? Номері 69 жалпы орта білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімі Күнтуба Айшолпан Дүйсенбайқызы. Бүгінгі сабағымыздың өтетін тақырыбы қыз жібек жыры, махаббат, қайғы және тағдыр. Бұл сабақта біз қазақ халқының мақтанышы қыз жібек жырына терең үңіліп, оның мазмұнына, кейіпкерлердің болмысына және әдеби құндылығына тоқталамыз. Жырдың негізгі оқиғаларын, Төлеген мен қыз жібектің алғашқы кездесуін және трагедиялық тағдырларын талдаймыз. Оқу мақсаттары. Бүгінгі сабақта біз келесі мақсаттарға жететін боламыз. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмыс, гуманистік тұрғыдан талдау арқылы кейіпкерлердің ішкі әлемін ашу, эпизодтар мен бейнелерді салыстыру, жырдағы негізгі оқиғаларды және кейіпкерлерді өзара салыстырып, олардың ерекшеліктерін айқындау. Миға шабу. Білімімізді жаңғыртайық. Қыз жібек жырының оқиға жүйелісі. Бұл жырда қандай негізгі оқиға баяндалады? Оның басты тақырыбы мен идеясы неде? Жырдың маңызы және танымалдылығы. Қыз жібек жырының қазақ әдебиеті мен мәдениетіндегі орны қандай? Ол қалай танымал болды? Негізгі кейіпкерлер. Жырдағы Базарбай, Төлеген, Сансызбай деген кімдер? Олардың рөлі қандай? Төлегеннің шешімі. Жібек туралы Төлеген кімнен естиді және оны іздеуге қандай шешім қабылдайды? Қыз жібек пен Төлегеннің алғашқы кездесуі. Бірінші тапсырмаға назар аударсақ, қыз жібек жырының ең әсерлі эпизодтарының бірі Төлеген мен қыз жібектің алғашқы кездесуі. Осы кездесудегі екеуінің диалогына назар аударып, олардың бір-біріне деген алғашқы әсерін, ішкі сезімдерін және айтар ойларын талдап жазыңыздар. Төлеген сұлулыққа таңданысы, ішкі арманы, батылдығы. Қыз жібек сыпайылығы, ойлылығы, Төлегенге деген әсері. Кейіпкерлердің адамгершілік тұлғасы. Екінші тапсырмаға назар аударып қарайтын болсақ, қыз жібек пен Төлегеннің адамгершілік тұлғасын танытатын жолдарды анықтап талдаңыздар. Жырдағы олардың іс-әрекеттері мен сөздері арқылы бойынан қандай қасиеттерді байқаймыз? Төлеген батырлық пен адалдық. Мен кірекеш, жорталаушы емеспін. Маған байлық, ырзалық та елге көрсетіп жүру керек деген сөзі оның байлыққа емес, абырой мен адамгершілікке деген ұмтылысын білдіреді. Қыз жібек сұлулық пен парасаттылық. Жырдағы жібектің мінезі мен сөйлеген сөздері оның тек сыртқы сұлулығы ғана емес, ішкі жан дүниесінің байлығын, парасаттылығы мен адалдығын көрсетеді. Төлегеннің бақытсыздығының себептері. Төлегеннің жібекпен бақытты болмауына төмендегі келтірілген жағдайлардың қайсысы себеп болды деп ойлайсыздар? Өз ойларыңды дәлелдермен жеткізіңдер. Әлеуметтік теңсіздік, әртүрлі елдер арасындағы қатынастар мен байлықтың әсері, қызғаныш пен қастық. Бекежан сияқты кейіпкерлердің ішкі қызғанышы мен жауыздығы. Тағдырдың қатыгездігі, алдын ала жазылған тағдырдың адам өміріне әсері. Тест сұрақтары. Білімімізді тексерейік. Жыр мазмұны бойынша тест сұрақтарына жауап беріңіздер. Қорытынды. Жырдың мәңгілік құндылығы. Жырдың туған жері. Қыз жібек жырының туған жері неліктен Батыс Қазақстан болып саналды? Тарихи жыр. Неліктен қыз жібек жыры тарихи жыр болып табылды және оның тарихи деректерімен байланысы қандай? Төлегеннің оралу себебі. Қандай себеппен Төлеген еліне оралды және бұл оқиғаның салдары қандай болды? Жалғыз аттану. Неліктен Төлеген жібектің еліне жалғыз аттанады? Бұл оның батырлығын ба, әлде аңғалдылығын ба көрсетеді? Бекежанның
қастандығы Бекежанның Төлегенді өлтіру себебі неде? Бұл оқиға жырда қандай маңызға ие? Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.